достар, мен каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін осындай үйден өте дәмді мороженое жасаймыз. Бүгін бізде күн ыстық. Сосын осы мороженедарды дала шығарып салқындырамыз. Сәлем достар, Аялан каналына қош келдіңіздер. Қараңдар. Бүгін Аяла балмұздақ жасаймыз. Балмұздақ жасау үшін саған не керек? Осындай слив керек. 33% осындай сливки керек. Сгущенка керек. Біз Рогачевтың сгущенкасын алдық. И мынандай қатып тұрған дыня керек. Дыня керек. Дыняны екі түрлі жасаймыз мороженое. Сосын кейін осындай балмұздақ салатын вафли керек. Бізде бүгін екі түрлі балмұздақ болады. Біреуі екі түрлінікі, дынядікі. Біз қазір бірінші осы вафлиға балмұздақты жасаймыз. Ол үшін бізге осы заттар керек, және мынандай масты Аяла. Мынандай бізге тегеш керек, және оны араластыратын осындай қасық керек. Міне Аяла біз сливкамызды мына ыдысқа құйып жатыр. Бірінші осылай сливкиді ыдысымызға құйып аламыз. Міне осылай. Мынаның түрінен кішкене алып қалайық. Бұл бізге қазір дыня жасауға керек болады. Қазір тағы кішкене құяйық. Осы жетеді. Енді бұл сливкамызды біз қазір жақсылап тұрып мынамен араластырып аламыз. Осылай әбден қою болғанша араластыру керек. Пенка болады. Бұл бізде қою болу керек. Осылай жасай береміз. Ұзақ жасаймыз. 5 минут, 10 минутқа дейін осылай жасай береміз. Ұстап тұршы Аяла. Бір қолымен ұстайық. Мені достар, біздің сливкіміз қою болды. Достар, мені сливкіміз осындай қою болу керек. Бұны біз қолмен жасағандықтан ұзағырақ жасадық. 15-20 минут уақытымыз кетті. Сіздер миксермен жасасаңыздар болады. Миксермен жылдам болады. Бірақ миксерді үйдегі үлкендердің көмегімен пайдалану керек. Енді біз осы сливкімізға сгущенкамызды бүйтіп қосамыз. Осылай барлығын қосып жібереміз. Міне Аяла қосып жатыр. Міне осылай барлығын салып шығамыз. Міне достар, біз сгущенкамыздың барлығын салып алдық. Енді осы массаны тағы да кішкене араластырамыз. Сгущенкамыз әбден ішіне еріп кеткенше. Ал Аяла енді осыны алып мына нелерге құйып шығады. Ақырындап бір-бірден құйып шыға ғой. Ішіне құй, прям ішіне құй. Ештеңе етпейді. Осылай қазір толтырып шығамыз. Қазір осылай келесіне құйып шығамыз бәрін. Міне Аяла біздің соңғы мороженемізді құйып жатыр. Енді мына жерге саламыз. Міне достар, біз барлық мороженемізді осылай құйып алдық. Қазір енді бұны біз морозильникке 6 сағатқа орналастырамыз. Кейін қатқаннан кейін бірге дәмін көреміз. Міне достар, біз енді осыны ақырындап алып, қазір морозильнигімізге саламыз. Кәне Аяла ала ғой. Мен саған көмектесейін. Осылай міне. Ақырын ғана қазір солай ұстай тұр. Морозильникке саламыз қазір, ұстай тұр. Міне морозильнигімізге салдық. Енді бұны 6 сағатқа осылай морозильникке қойып қоямыз. Алыстар, мен келесі балмұздақ жасайын. Келесі балмұздағымызды жасаймыз. Дыня қатты қанды. Дынямыз морозильникте тұрған. Соған біз кішкене сливкидан қосамыз. Қоса ғой сливкиді. Тағы да кішкене қос тағы да. Болды. Енді бір қасық сгущенка қос. Кішкене толтырып ал. Сразу. Осыны
Ал міне достар, осылай қосып алдық. Енді қазір бұны осылай араластырамыз. Дыняны қосып прям ақырын сөйтіп араластыру керекпіз. Осылай міне. Аха. Вот достар, мен мороженый дәмі. Ой, не емес. Почти осындай болды. Міне сұйық мороженый. Ал дәмін көр. Дәмі қалай екен? Бісміллә. Дәмді. Дәмді ма? Давай енді келесі мороженыйларды көрейік, морозилке сақтаған мороженымызды көреміз. Вот мен достар, мороженый дәмі болды. Енді дәмін жеп көрейік па? Ал жаным, дәмін жеп көр. Мама жеп көр. Настоящий пломбир. Көріңдерші подписчиктер. Дәмі деген өте тәтті болды ғой достар. Түрі кішкене енді қисайып қалды, атак дәмі өте дәмді болды. Біз қазір даже ортасынан кесіп сіздерге көрсетеміз. Достар, ортасынан біз кесіп едік, осындай болып шықты. Үйде жасап көріңіздер, дәмі енді шынымен өте тәтті. Керемет болды. Міне достар, біз тағы да бір мороженый жасадық. Бізде осындай бір мороженый бар. Мұны Аяла қазір мынандай клубника арасына салып украшать етеді. Давай. Тағы бір клубника салып. Все болды. Ой, бәна бұлт кетті. Міне достар, біз бүгін осындай мороженый жасадық. Аяла сіздерге күшті мороженый жасап көрсетті. Аяланың мороженый саған өзіңе ұнады, Аяла? Бұл негізі мен сендерге дайындадым. Сіздерге дайындап көрсетіпті Аяла. Достар, осындай мороженый сендерге сол видео ұнады ма? Сондай жеп көріңдер, үйде бар болса. И лайк пен комментарий басып кетіңдер, оны күтем. Сау болыңыздар.